Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі сызу пәнінің оқытушысы Жанту Қымбат Төлеуқызы. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы проекциялау. Сабақтың мақсаты білім алушыларға проекциялау әдістері туралы білімдерін тиянақтау, жаттығулар орындау арқылы проекциялау әдістері туралы анық мағлұмат беру. Проекция дегеніміз не? Проекция латын елінің сөзі. Оны қазақ тіліне аударғанда алға қарай тастау деген мағынаны білдіреді. Проекциялау әдісінде кеңістікте берілген және қандай да болмасын бетте бейнеленетін нүктелер арқылы түзу жүргізіледі, және осы түзулердің берілген жазық бетпен қиылысу нүктелері табылады. Берілген жазық бетте табылған нүктелерді сол нәрсенің проекциялары деп аталады. Мысалы, суретке назар аударсаңыздар, сымнан жасалған призманың төбесінен сәуле түсіретін болсақ, содан түскен көлеңке сол призманың проекциясы деп аталады. Проекциялау тәсілдері: мемлекеттік стандарт ережелеріне сәйкес келетін сызбадағы нәрсе кескіндердің тік бұрыштап проекциялау тәсілі бойынша шығарып алынады. Проекциялау кезінде кеңістікте орналасқан нүктелерді латын алфавиттерінің бас әріптерімен немесе сандармен, түзулерді екі әріппен, екі сандармен немесе кіші әріптермен белгілеу қажет. Жазықтықтар мен беттерді грек алфавитінің бас әріптерімен белгіленеді. Кескіндер тұрғызылатын жазықтықтарды проекция жазықтықтары деп атайды, және грек алфавитінің бас әрпі пи немесе индекстермен белгіленеді. Кеңістіктегі кез келген А нүктесін және қандай да болмасын H жазықтығын алайық. H жазықтығы қайсы бір кіші А нүктесіне қиып өтетіндей етіп, үлкен А нүктесі арқылы түзу жүргізейік. Сонда кіші А нүктесі берілген үлкен А нүктесінің проекциясы болып табылады. Суретке назар аударсаңыздар, жаңағы берілген А нәрсе жазықтыққа кіші А болып, сол үлкен Аның проекциясы болып табылады. Түзудің проекциясы да дәл солай. Жазықтыққа қалай түсті, тура солай сол нәрсенің проекциясы болып табылады. Проекциялаудың негізі 4 түрі бар. Бірінші, параллельді. Параллельді проекциялаушы сәулелер өзара параллель орналасады. Астыңғы суретке назар аударыңыздар. Үлкен А, кіші А сәулелер арқылы жазықтыққа кіші А, кіші Б нүктесі болып түседі. Екінші, центрлік. Центрлік фигураны жазықтыққа кескіндеген кезде проекциялаушы сәулелер бір нүктеден тарайды. Үстіңгі суретке назар аударсаңыздар, центрлік, яғни бір нүктеден А және В сәулелер арқылы жазықтыққа кіші А, кіші Б сәулелер болып проекция түседі. Төртінші, тік бұрыштап проекциялау. Проекциялау бағыты проекция жазықтығына перпендикуляр болады. Астыңғы суретке назар аударыңыздар. Және де төртінші, аксонометриялық. Нәрселерді салған өлшемдерді ұзындық, ені және биіктігі X, Y, Z осьтары бойынша өлшеніп салынады. Бүгінгі өткен сабағымызға байланысты сіздерге бірнеше сұрақ. Бірінші, проекция түрлерін ата. Екінші, аксонометриялық проекция дегеніміз не? Үшінші, стандарт дегеніміз не? Ол не үшін енгізілген? Және де төртінші, жазықтықта проекцияны дұрыс орналастыр. Төртінші тапсырмада сіздер сызып, қалай проекция орналасады, соны
айтып сызып көрсетесіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.